Күнәнің парқын сезіну. Тәубеге себеп болатын түйсіктің жалпылама мағынасы адамның нәпсісін, жаратушысын, дінін, өмір сүрген ортасын тануы. Жеке адамға қатысты мағынасы болса, жасаған күнәсін сезініп, оның парқына бару. Надандық барлық мәселелерде кездесетіні сияқты, күнә мен тәубеге қатысты мәселелерде де туралық пен әдемілікке апаратын жолды көлегейлейтін перде сынды. Өзіне тән ерекшелігі, бағаланбаған нәрсенің зияны да, қадірі де білінбейді. Надандық адамзаттың мың түрлі нығметтен құр қалдырғанмен қоймай, адамды ойына кіріп шықпаған қиыншылықтарға ұрындыруы мүмкін. Күнәні сезінудің 4 тағаны бар. Біріншісі, күнәні сезінудің пайдасы. Екіншісі, күнәні сезінбеудің зияндары. Үшіншісі, күнәні сезінбеудің себептері. Төртіншісі, күнәні сезінудің жолдары, немесе оны қалай сезінуге болады. Сөз жоқ. Тәубе ең алдымен күнәні сезінген сәттен басталады. Қателікті түсінбейінше, күнәдан бас тарту мүмкін емес. Ешкім өз-өзіне жамандық тілемейді. Әлдеқандай рухани дерттікке шалдыққан болса, адам баласының өз-өзіне саналы түрде жамандық жасауы мүмкін емес. Күнәсін сезіне салысымен, сол мезетте құлдың жүрегі сыздап, қайғырып, сары уайымға салына бастайды. Ол ар азабын шегіп, күнәдан құтылу үшін әрекет жасайды. Шайтанның және күнәнің парқына бару сезімі адамға өзін қоршаған ортасы мен күнәсін тануына себеп болған тәрізді, жаратушысын да таныта отырып, құлдың Раббына бір табан жақындай түсуіне себеп болады. Күнәні сезінген адам бұрын мұсылман болмаған болса, иманға келеді. Ал мұсылмандар күнәсін сезіну арқылы жаратылыстың сырына қаныға түсіп, илляхи ілімнің інжу маржаны жинайды. Сөйтіп, тәубе жасау арқылы бақыт пен жәннаттың кілтіне қол жеткізе бастайды. Күнәні сезіну тәрбие бастауы. Ол жаман сезімдерді тұншықтырып, жақсылыққа жол ашады. Тәубесімен жамандықты жеріп, жақсылыққа бет алған адамның Алланың назарында мерейі үстем болуымен қатар, қоғамда да сый құрметі арта түседі. Жағымсыз сезімдердің орнына жанға жайлы ой пікірлер, сезімдер пайда болады. Саналы түрде күнәні сезіну адамды екі дүниеде де масқара қылып, бейбақтыққа душар ететін кемшіліктерді байқап, өз бойындағы қате кемшіліктермен күресе білген адамның жүрек сарайында рахат пен бақыт салтанат құрады. Қате кемшіліктерін байқамау надандық пен ғапылдықтың белгісі. Ақыл мен жүректің нәпсіге мойын сұнып, шайтан мен жамандық отын жайғандардың қолында ойыншыққа айналғанның сипаты. Мұндай жағдайға түскен адам кез келген жамандыққа баруға дайын. Ерік жігерінен айырылған сансыз мақұлық тәрізді, кім не айтса, соған ере береді. Бір сөзбен айтқанда, фәни дүние мен ақыреттің тозағына құлататын құздың ұшар басында тұрса да, өзінің мүшкіл халінен бейхабар, сәт сайын тозаққа бір адым жақындай түседі. Тамұқтың отынан алыстау үшін алдымен күнәні сезіну, түсінудің жолдарын табу қажет. Ол үшін күнә дегеніміз не деген сұрақтың жауабын іздестіру керек. Ең алдымен ескеретін жайт, нағыз күнә ол 18 мың ғаламды жаратқан теңдессіз жаратушыны танымауы. Адам баласын сәт сайын өлшеусіз нығметтермен жарылқаған Алла тағалаға серік қосу, адамзаттың жаратушысының жарылқауына көз жұма қарауы. Алла тағаланы танымау,
және оның нығметтеріне шүкіршілік жасамау ең үлкен күнә. Жаратылыс бар болмысымен Алланың бар екеніне және бір екеніне меңзегеніне қарамастан ақыл иесі бола тұра, адам баласы неліктен жалғыз жаратушысын танымай, тас пен тақтадан жасалған пұттарға табынады? Қалайша жалғыз жаратушыға серік қосады? Мұндай келеңсіздіктердің басты себебі күмәндарға бой алдырып, қоршаған орта мен айналасында болып жатқан жайттардан ғибарат алмай, пікір мен зікірді ұмыту. Мұның нәтижесінде надандық, ғапылдық, тәкаппарлық сынды сезімге негізделген кемшіліктер орын алады. Ислам нұрына шомылу мәртебесіне ие болған сахабалардың бұрынғы кейіптерін көз алдымызға келтіретін надандық, ғапылдық және сезімге берілген сәттегі дерттің адамдардың қаншалықты деңгейде көрсөқырлыққа ұрындыратынын көрсететін ғибаратты оқиғалардан тұрады. Осыншалық ақылға қонымсыз ең үлкен күнәні жасаған адам баласы өз-өзін қолға алып, нәпсісін тәрбиелемейінше түрлі күнә мен оған итермейтін шайтанның басты нысанасына айналады. Әбу Осман ән-Нахтидің естелігінен: надандық дәуірі кезінде пұттарға табынатынбыз. Ұзақ сапарға шыққанда табынатын тастарымызды жүктің арасына салатынбыз. Жолай одан да әдемі тас көре алсақ, ескі пұтты лақтырып, тауып алған әдемі тастарымызға табынушы едік. Әдемі тас көре алсақ, қолымыздағы тастарымызды бір-бірімізге көрсетіп, мына тастардың қасиеті таусылды, бұларды лақтырып, орнына әдемірегін алайық деуші едік. Бүгінгі қоғамда надандық дәуіріндегі пұттастардың орны біздің Раббымыздан алыстатып, ойымызды бөлетін түрлі жаңалықтар басты. Хаулян тайпасының өкілдері Алла елшісін, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, көруге Мәдинаға барып, ұзақ уақыт сұхбаттасты. Сұхбат кезінде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тайпа өкілдерінен өздерінің надандық дәуірі кезінде естеліктермен бөлісуін сұрайды. Олар болса, бір кездері қатты ашаршылыққа душар болдық. Аштықтан түйені түгіме жұтып жіберетіндей халге жеттік. Бұл қауіптен құтылу үшін тайпа адамдарының бәрін мал бастарын жинадық. Барлығы 100 бас сиыр болды. Олардың бәрін тайпамыз табынатын пұттың құрметіне құрбандыққа шалдық. Сөйтіп, аш өзегіміз үзілуге айналғанына қарамастан, еттің бәрін жабайы жануарларға бөліп бердік. Шынтуайтында, жануарлардан гөрі адамдардың аштыққан құрсылдері қалған еді. Көп ұзамай шүмектеп жауын жауа бастады. Жауынның берекесі болса керек, жерге көк шығып, белуарға дейін жетті. Қаулап өскен көкшептен бір-бірімізді байқамай да қалдық. Бұл құбылысқа куә болғандар Әмму Әнәс бізді нығметімен жарылқады деп пұтқа құлшылықтарын үдете түсті. Алланы ұмытып, оның берген нығметтерін өзге түгіл өзіне пайдасы жоқ пұттан деп ойлап, соған сеніп, иман сынағынан сүрінді. Сезімнен туындайтын әлсіздіктер, нәпсінің қалауы, ақылды адастыратын жаман әдеттер, надандыққа жол ашумен қатар, адамның көзін байлап, тәубені көрсетпей, көлегейлеп, Әмір ибн Жәмухатты сахабасында талайларды тура жолдан тайдырып, жамандыққа ұрындырады. Әмірдің пұтқа деген шектен тыс сүйіспеншілігі оны тозақтың құрдымына құлатуға шақ қалып еді. Отбасының қолдауы және пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір нәрсені шектен тыс сүйсең, көрсөқырлық пен кереңдікке тап боласың деген хадисі Әмірді жамандықтан құтқарды. Тамұқтың табалдырығында тұрған жеріне тәубесіне келіп, ислам нұрына шомылды.